Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4 сынып 89 сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы құстар туралы не білемін сат есімнің жіктелуі. Алдымен балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақта біз дерек көздерден қажет ақпаратты табамыз және сөздерді жіктелуді білетін боламыз. Одан кейін сөйлемдердегі сөздерге тиісті жіктік жалғауларын қосып жазылатын боламыз. 23-ші жаттығу мәтінді оқы. Құстардың ішінде ең қырағысы сұңқар. Оның көзінің өткірлігі сондай, 1 шақырым жердегі кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт. Ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішіндегі ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады дейді. Енді осы мәтін бойынша бізге тапсырма берілді. Мәтіндегі құстар туралы мәлімет жина, оны сыныптастарыңа таныстыр дейді. Яғни бізге мәтінде 4 құс берілген, иә? Балалар сұңқар, бүркіт, үкі және пингвин. Сұңқар айбындылығымен, батылдығымен, күшімен және әдемілігімен ерекшеленетін құс. Бұл құстар өсімдіктерге зиян тигізетін тышқандармен кеміргіштердің көзін құртады. Көптеген адамдар сұңқарды асырап алуға тырысады. Ол бүркітпен қатар аңшының ең адал және сенімді досы болып саналады. Аң аулау кезіндегі ең пайдалы қасиеті көру қабілеті. Келесі бізде екінші құс бүркіт. Бүркіт бұл біздің планетамыздағы ең ірі қыран. Оның денесінің ұзындығы 93 см болады. Ал ол қанатын құлаш жайғанда қанатының ұзындығы 2,5 метрге жетеді. Қаршыға тектестер отбасына жататын бұл үлкен құстың сырт келбеті кәдімгі бүркіт секілді. Үшінші құс үкі. Үкі негізінен орманды мекендеп, жемін көбіне түнде аулайтын жыртқыш құс. Басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Ұясын жасыруға болатын жерге салады. Жұптарын өмір бойы сақтайды. Дене мөлшеріне қарай 2-ден 12-ге дейін жұмыртқа басады. Үкіні қазақ халқы қасиетті құс санайды. Оның қауырсынындағы бедер Құранның құпияланып жазылған нұсқасы деп баланың бесігіне, бас киіміне таққан. Төртінші бізде пингвин. Пингвин ұша алмайтын, бірақ суда өте жақсы жүзетін құс. Өзге құстар секілді ауада қалықтап ұшпаса да, сүңгу жөнінен шебер жүзуші. Алып толқындарға төтеп бере алатындай қуат пен шеберлікке ие. Құрлықта жүргенде тікесінен тік тұрып, жайлап қозғалады. Аяқтары қысқа, әрі тұлғасының артқы жағында орналасқандықтан денесін тік ұстайды. Қауіп төнсе, жер бауырлап жылжып, аяғымен және қанатының жәрдемімен жартасқа немесе мұзға тырмысып шыға алады. Келесі 24-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзді жіктеп жаз дейді. Бірінші суретте бізде суыр берілген, иә? Осы суырдың артындағы 3 әрін алып тастаймыз, сонда бізде с сөзі қалады. Екінші ұлу. Ұлудан 2 әріп алып тастаймыз, сонда бізде о қалады. Үшінші ың, одан кейін қарға сөзінен 2 әріп алып тастаймыз, сол кезде бізде қар сөзі қалады. Яғни ребустың жауабы бізде сұңқар. Енді осы сұңқар сөзін біз жіктеп жазуымыз керек. Жекеше және көпше түрде. Бірінші жекеше түрі. Мен сұңқармын, сен сұңқарсың, сіз сұңқарсыз, ол сұңқар. Біз сұңқармыз, сендер сұңқарсыңдар, сіздер сұңқарсыздар, олар сұңқарлар болады. Енді бізде осы 24-ші жаттығуда тағы бір тапсырма беріліпті. Ребустың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпаратты тауып, кестені толтыр дейді. Яғни бізге құстың атауын жазып, әрі қарай оның көлемін, ерекше белгілері, қасиеті және пайдасын жазуымыз керек. Құстың атауы бізде сұңқар. Көлемі, яғни оның ірісі 12 кг, ал кішісі 50 грамға дейін барады. Ерекше белгілері көздері қырағы, өткір болады. Қасиеті жерден тез көтеріледі. Пайдасы ол әртүрлі зиянкестердің көзін құртады. Тышқан, яғни құрт секілді. Келесі бізде 25-ші жаттығу. Берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді тап дейді. Оқушымын, қазақпын, баласың, бишісің. Екінші сызба бойынша спортшымыз, көршіміз, доспыз, студентпіз. Келесі бізде балалар 26-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бірінші. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Бұл жерде қазақ сөзіне, яғни пын деген жалғауды қосамыз. Одан кейін екінші. Мен оразбай емеспін, елдің жазықсыз қылмыссыз адамымын. Үшінші. Біз бейбітшілікті сүйетін елміз. Төртінші. Сіз талантты ақынсыз.
27-ші жаттығу. Сызбаға қарап, дәрігер сөзіне жазылған жалғауларды ажырат, жіктік жалғаулары мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде дейді. Бұл жерде мен дәрігермін, сен дәрігерсің деген олар жіктік жалғаулары болады. Ал дәрігерге, дәрігерден деген бұл дәрігерге бар септігінің, дәрігерден деген шығыс септігінің жалғаулары болады. Жіктік жалғаулары бірдей сұраққа жауап береді, ал септік жалғаулары әртүрлі сұрақтарға жауап береді. Осымен балалар, бүгінгі біздің 89-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.